Қазақта аңыз түбі ақиқат деген аталы сөз бар. Адамзат баласы көбейген сайын жабайы жаратылыстардың азайып бара жатқаны өтірік емес. Аталарымыз айта беретін кісі киік, жабайы адамдар туралы да әңгіме көп. Бүгінде қар адамы, ети, әнжей, алмасты деген атпен ақпарат құралдарында көрініп те қалып жүр. Қазақтар ештеңеге зәбір жоқ аңды киік деп, ал адамнан алыс жүретін адам тектес жануарды кісі киік деп атаған. Түйенің жабайы түрін түйе киік деп атаған секілді. Бірде тау адамы, бірде қар адамы деп аталатын жабайы адамдар осы кісі киіктер. Кісі киіктер адам секілді тік жүреді, күшті әрі жүйрік. Сонымен бірге ақылды да зерек деп суреттеледі. Олардың адам баласынан алыс таулы жерде, сулы ойпатта не биік жоталарда өмір сүретіні ескілікте көп айтылатын. Алтай тауының адам баспаған жерлерінде бар деген қауесет әлі де бар. Әсіресе Тарбағатай, Үржар, Қалба жақтағы тау баурайындағы ауыл адамдары анда-санда кісі киік көрдік деп елді жиі дүрліктіреді. 2011 жылы қазанда Егемен Қазақстан газетінің 26 санында мынандай оқиға жарияланды. Осы жылдың сәуірінде Үржарда мектеп мұғалімі мен оқушылары кісі киікті көрген. Қарабират ауылының Некрасов атындағы орта мектебінің дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Дәлелхан Біләлов пен оның жанындағы 5-ші сыныптың 15 оқушысы ауыл сыртындағы жабайы ағаш арасынан 5 жабайы адаммен кездесіп қалған. Айтуларынша үстін жүн басқан, білектері мен сандарындағы жүндері түйенің шудасындай салбырап тұрған. Әсіресе үшеуі аса ірі, бойлары биік, 2 метрден де жоғары деп шамалайды. Қалған екеуінің бойы шағындау болған, тегі жастары болу керек. Бастарының бітімі шошақ төбелі болыпты. Осы әңгімені естіген 5-ші және 7-ші сыныпта оқитын Қуат және Қуаныш Амангелдиевтер және Мәди деген бала жабайылар жүрді деген жерге барады. Басында ештеңе байқалмапты. Тек судың бетінде қалқып тұрған томар сияқты бір нәрсені байқаған. Байыптап қараса, томар дегендері су ішінде рахаттанып керіліп жатқан жабайы адамның басы екен. Сол жерде Қуаныш деген бала тас болып қатқан кесек топырақты әлгіге жіберіп қалғанда, топырақ барып жабайының басына дәл тиген. Ол атып түрегеліп басын ұстап өзімен өз әуре болып жатқанда, балалар оның дене бітімін түгелдей байқап үлгерген. Қазақстанда кісі киік туралы тағы бір ақпарат 2016 жылы сәуірде тарады. Басылымның жазуынша серік атты малшы маймылға ұқсайтын үлкен адам тәрізді мақұлықты көрген. Бойы 2 метрден асатын, қолдары ұзын, денесін жүн басқан адам тәрізді мақұлық қойды іліп алып, ергеншек шарбақтан секіріп шығып, тауға қарай кетіпті. Бұл ауыл тұрғындарын қатты үрейлендірген болатын. Алтай мен Баркөлдің арасындағы бәйтік қаптық деп аталатын тау мен ойпаң кезектескен иен алқап бар. Ол өңір Қытай мен Моңғолия арасындағы иесіз жатқан таулы алқап. Бұрын осы жерде мал отарлатқан кісілер кісі киікті көргендерін жыр ғып айтатын. Соның бірі кісі киікке үйленген малшы туралы әңгіме. Мал отарлатып, қара қоста жүрген жігіт бірде іштегі еттің азайып қалатын байқайды. Таңда тұрып жылқыға кеткенде шақырылмаған қонақ келетін сияқты. Сөйтіп жүргенде отар қостың алдындағы қырпыққа ізі де түсіп қалыпты. Адамның табанынан үлкен, 2 аяқты хайуан екенін білген жігіт кісі киік болар деп тұспалдайды. Ол туралы аңызға бергісіз әңгімелерді көп естіген. Құлақ естігенді көз көреді деген. Еріккен азаматқа бұл әрі қызық, әрі ермек болады. Қостың есігін жауып кетеді. Қайтып келгенде ашық тұрады. Бірақ бір күні ештеңе алмаған байқайды. Келесіде етті пісіріп және шикідей қатар ойып кеткен екен. Ертесіне тек шикі ет жоқ болып шығыпты. Адам болса піскен етті алатын еді деп ойлайды ол. Ақыры аңдып жүріп адамға ұқсас мақұлықты да көріпті. Тиіспеген соң ол да жақындап келсе керек. Қараса кәдімгі адам текті, бірақ үсті жүндес әрі денесі биік, қолы ұзын екен. Салбыраған омырауынан ұрғашысы екені білінеді. Әлгі кісі киік әр күні отын, шөпшек теріп әкеп беріп көмектесетінді де шығарыпты. Бара-бара малшының қосына да бірге кіретін болыпты. Тамақ берсе ақырындап тататын көрінеді. Ал таңертең қалай кеткенін білмей қалады екен. Жүрісі тез, күшті, қолы шөп тамырларын қазудан сірі болып кеткен. Еріккен малшы қызықтап жүріп, көңіл қосып қойса керек. Сонымен қыс соңына қарай отарлаған малды алып елге оралыпты. Келесі жылы отар осын әлгі орынға әкеліп тіккенде, баяғы кісі киік алдынан кішкентай баласын алып шығыпты. Бала да сырты түкті болғанмен адамға бейім болыпты деп айтатын қойшы ағаларымыз.
Малшы баланың өзінікі екенін біліпті де, қара қоста бірге өмір сүре бастапты. Сонымен тағы да көктем шыға ауылға көшуге дайындалыпты. Алайда әлгі ұрғашы кісі киік қойшының қасына баласын тастап кетіп қалыпты. Малшы баланы алып кетейін десе, ауылға барғанда сөз болуынан қорқып қалдырып кетіпті. Көрші отардағы жігіттер тауып алдық деп айтамыз десе де көнбепті. Бірақ кісі киік көшіп бара жатқан қостың екінші күні түнеген жеріне баланы тағы әкеліп тастапты. Осылай 3 рет қайталаныпты. Сонымен жігіттің әкетпейтініне көз жеткен кісі киік баланы өзі алып кетіпті. Кей кісілер кісі киік ашуланып, баланың қолын қол, ботын бұт қылып лақтырып жіберіпті деп әңгімелейтін. Естіген құлақта жазық жоқ. Ал айтқан кісілер қайдан алды, ол жағы белгісіз. Бұл біз естіген көп аңыздың бірі. Қазір естіген адам сенбес. Ал өткен ғасырда кісі киікті көрген адамдардың көп екенін естіп біліп жүрген жандар үшін шын болуы да ғажап емес. Мысалы, Зейнолла Сәніктің Сергелдең атты тарихи романында кісі киікке қатысты бір әңгіме бар. Ол да Тибет жерінде болған оқиға. Бірде жаудан қашып шыққан босқындар жаралы кісі киікке кездесіпті. Жаны ашыған олар кісі киіктің сынған сүйегін таңып емдеп қасына тастап кетіпті. Бірер айдан кейін әлгі кісі киік тосыннан пайда болып, оларға отын теріп әкеп көмектесіпті. Тіптен ұрғашы кісі киік түнде қосқа түнегісі келгенде азаматтар ұрып, қуып жіберген жағдайлар болған деп әңгімелейді. Бұл нақ болған оқиға деп жазылған. Ал сіз кісі киіктің адамды ұрлап алып кеткені туралы естіп едіңіз? Бұл да болған оқиға. 20 ғасырдың басында Алтай қазақтары Құрымты, Қазанбай асулары және Бәйтік Қаптық арқылы Моңғолияға асты. Тіптен кей ауылдар ішкі аймақтарға дейін кіріп қоныстанды. Бұл оқиға дәл сол жылдары болған. Алайда кісі киіктің дәл қайсы адамды алып кеткенін үлкендер ашып айтпайтын. Мүмкін ғайбат болмасын, ұрпағының бетіне салық болмасын дейтін шығар. Бірде үстін жүн басқан, денелі ұзын емшегі салақтаған бір адам текті, мақұлық. 30-дан енді асқан жігітті мал қарап жүргенде ұстап алып кетіпті. Күйеуі із-түзсіз кеткесін, шеттей балалармен қалған келіншегі үмітін үзбей күтсе керек. Жылдар өтіпті. Бірде көрші ауылдың қойшы баласына бір шал келіп, әлгі әйелді шақырып келуді сұрапты. Аң-таң қалған ол барып кездессе, өзінің 19 жыл бұрын жоғалып кеткен күйеуі екен дейді. Кемпірі, неге үйге келмедіңіз деп сұраса, сен басқа біреуге тұрмысқа шығып кетсең отбасын бұзбайын, жеке сөйлесейін деп шақырғанмын деп басынан өткен жағдайды баяндапты. Шалдың айтуынша кісі киіктен қашып шығуға енді ғана мүмкіндік туыпты. Тен сол кісі киіктен бір баласы бар екенін, оны алып келуге қорыққанын айтыпты. Кісі киік мені өлсем көметінін білемін, бірақ кебінсіз кетуден қорықтым. Осы адами өмірге қайта оралайын деп келдім. Қарсы алсаң үйге барайын, болмаса қайтайын депті. Кемпірінің мақұлдығын алған соң үйіне оралыпты. Шал кейіннен өз басынан өткен жағдайды былай әңгімелепті. Жабайы адамның қолына түскен азамат қанша қарулы болса да ешқандай күш көрсете алмапты. Алақандары сірі боп, тырнақтары жер қазу үйренген дәу кісі киік еркекті қолтығына қысып қана ұстап әкеткенімен тиіспепті. Қалың таулы орман арасындағы бір үңгірге алып келіпті. Үңгір іші кең, әрі жылы болса керек. Ішінде түрлі жабайы жемістер мен шөп төсеніштер болған. Кісі киік өзі кеткенде үңгір аузын дәу қара таспен бастырып кетеді екен. Оны ашуға, шығып қашып кетуге мүмкіндік бермеген. Жігіт не болса да ақырын күтуге бекиді. Жылдар өтеді. Кісі киік бір кеткенде бірнеше айға, не одан да ұзаққа кетеді екен. Бірақ адамның жеуіне қажетті түрлі жемістер мен басқа да жейтін дүниелерді толтырып тастайды екен. Шеке еттер де болыпты. Сөйтіп жүріп сол кісі киіктен бір ер бала көріпті. Ер жете бастағанда баламен бірге үңгір аузына шығуына рұқсат беріпті. Ақырындап баланы ойнатып, орман арасына баруға да мүмкіндік алыпты. Осылайша кісі киікте жігіттің қашып кетпейтініне сенсе керек. Ақыры баласын орман арасына апарып тастап бір күнде қашып шығып, ауылына оралған екен. Я, бұл да аңыз. Құрметті көрермен, біз жалпы кісі киік туралы қазақ арасында жүрген әңгімелерді жинақтадық. Ал сіздер кісі киіктің өмірде шынымен де болғанына сенесіздер ме? Осы тақырыптағы видеоларымыз сіздерге қызықты болған болса, лайк басып, видео астына пікір жазып кетуді ұмытпайық. Келесі видеода кездескенше.